Филология ғылымдарының кандидаты, доцент Григорий Иванович Куликов туғанына 130 жыл. Григорий Иванович Куликов 1896 жылы 2 қаңтарда Калининск облысы Калинин ауданы Николая ауылында шаруа отбасында дүниеге келген. 1920 жылы толықтай көз жанарынан айырылды. 1926 жылы Тивер педагогикалық институтына оқуға түсті. Оқуды бітіргеннен кейін Мәскеу аспирантурасына жіберілді. 1934 жылы аспирантураны бітіріп, Орал педагогикалық институтына орыс әдебиеті кафедрасының доценті ретінде жіберілді. Сонда ол 1966 жылға дейін жұмыс істеді. Көз жанарынан айырылғанына қарамастан, оның дәрістері мағыналы, әдістемелік жағынан көмегі зор, мазмұны жағынан бай, нақты материалдарға толы еді. Ол оқытушылық қызметімен қоса ғылыми жұмыспен де айналысады. 1955 жылы «Взгляд Лев Николаевич Толстого на искусстве 90-го года» атты тақырыбындағы кандидаттық диссертацияны қорғап, оған филология ғылымдарының кандидаты дәрежесі беріледі. Өзінің негізгі қызметінен бөлек Григорий Иванович Куликов институтпен қатар қазақ соқырлар қоғамының өміріне белсене араласады. Орал қаласындағы зағиптарға арналған арнаулы кітапханасының ашылуына атсалысты. Григорий Куликов ерлігі үшін және еңбегі үшін халық ағарту ісінің үздігі медальдарымен және көптеген алғыс хаттармен марапатталған. Ол 1966 жылы дүниеден озды. Инженер-конструктор Михаил Владимирович Марголин туғанына 120 жыл. Михаил Владимирович Марголин 1906 жылы Киевте дүниеге келген. Киевті эвакуациялау кезінде Михаил Владимирович Марголин отбасынан бөлектеніп Киевте қалды. Ол Қызыл армия жауынгерлеріне қосылды. 1919 жылы Михаил Владимирович Марголин Кавказға кетті. Анасы мектеп мұғалімі болып жұмыс жасады. 1922 жылы Михаил Владимирович Марголин комсомол қатарына қабылданды. 1924 жылы сәуірде оқыс жағдайда басынан жарақат алып, көру қабілетінен айырылды. Ауруханада, кейін Киевтегі мүгедектер қалашығында, содан кейін Харьковтағы зағиптерға арналған массажистер курсына жіберілді. 1926 жылы Михаил Владимирович Марголин Мәскеуге актив курсы бойынша келіп, аудандық комсомол комитеті жанындағы әскери кабинет оқу-жаттығу бөлімінің бастығы, содан кейін қорғанысқа, авиация және химиялық құрылысқа жәрдемдесу қоғамында атыс қаруы бойынша нұсқаушы болып жұмыс атқарды. Ол әскери техникалық спорт түрлерін белсенді насихаттаушы болды. Михаил Владимирович Марголин инженерлік шығармашылық қызығушылығы жоғары болды. Ол мамандардың жоғары бағасына ие болған кішкентай калибрлы, өзін-өзі зарядтайтын мылтық ерекше үлгісін жасады. 1933 жылдан бастап орталық эксперименттік шеберханасында жұмыс жасай жүріп, Михаил Владимирович Марголин спорттық қару жасаумен айналысып, бірнеше калибрлі жүйелерді жасады. Оның ішінде өзін-өзі зарядтайтын және бір зарядтық саттығу тапаншалары болды. 1938 жылдан бастап Туладағы конструкциялық бюродағы топтардың бірін басқарып және 9 мм калибрлі 205 өздігінен оқталатын тапаншасын жасады. 1940 жылы Михаил Владимирович Марголин Мәскеуге оралып, 1933 жылы үлгідегі Токаревтың тапаншасы негізінде спорттық қару жасау жұмысын жалғастырды. Соғыс кезінде Михаил Владимирович Марголин объектінің бастығы ретінде Мәскеудің әуе шабуылына қарсы қорғанысына қатысты. 1943 жылы бас артиллериялық басқармасының арсенасындағы тәжірибелі конструкторлық бюроға ауысып, далада атыс қаруын жөндеуді жақсарту үшін майданнан келіп түскен шағымдар бойынша жұмыс істеді. 1946 жылы осы жұмысын жалғастыра отырып, ол спорттық қару жасау жұмысымен айналысты. 1947 жылы ол бірнеше рет чемпионаттар мен олимпиада ойындарында қолданылатын Марголин спорттық тапаншасын ойлап тапты. 1950 жылдары Михаил Владимирович Марголин мемлекеттік тарихи мұражайда және милиция ғылыми зерттеу институтында қару-жарақ бойынша кеңесші болып қызмет атқарды.
Ал 1955 жылы Заря оқу спорттық бір оқтайтын тапаншасын және механический газовый 60 тапаншасын жасап серияға қосты. Михаил Владимирович Марголин 1975 жылы 25 қаңтарда дүниеден